Мама, бірдеңе айтайын деген едім. Маған балаңыз қол көтерді. Сөйлесіңізші балаңызбен. Не бопты қол көтерсе? Еркек болған соң ұрады. Бәрімізді ұрған. Атаң мені допша дөңгелететін. Ештеңесі де жоқ. 6 баланы тудық. Сонымен арпалысып жүріп. Енді төркініңе кетпейтін шығарсың. Түсінбеймін осы қазіргі жастарды. Бір қол көтерсе болды, ұрды, төркініме кетемін деп шығатын. Немене пәле ол? Еркек болған соң қол көтереді. Қол көтермейтін еркек бола ма? Ашуланады, алдай сал, жаным күнім дей сал. Ештеңен кеміп қалмайды. Не деп сөйлесем омен? Басымды қатырмашы. Бар да алда өзің. Мама, қалайсыздар? Мен келдім. Күйеу балаңызбен ұрсып қалдым. Маған дауыс көтеріп айқайлайды ғой, оңбаған. Ей, неге айқайлайды? Бүгін айқайлайды, ертең ұратын шығар онда. Жанын шығармадың ба? Осыдан қолының ұшы тисін, сотқа берем мен оны. Түрмеде шертем. Оңбаған. Қазіргі еркектер құтырған. Аямау керек оларды. Оңбаған. Кім ол менің қызыма дауыс көтеріп айқайлайтындай? Бармайсың. Дұрыс болған төркініңе кигенің. Бармайсың еді. Көзінен көк шыбын үймелетем мен оны. Кезінде әкең мені ұрғанда жылатып, кешірім сұратып, түрмеден бірақ шығаратынмын. Ұятсыз. Көрсетем мен оған, кесін осыдан.